Саламатсыңдар ма оқушылар? Бүгін қазақ әдебиеті сабағы. Сабақтың тақырыбы Ыбырай Алтынсариннің «Дүние қалай етсең табылады» әңгімесі. Өмірді өзгерткен кеңес. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекет арқылы образын ашу. Қазақ жастарының салауатты білімді болуына бар еңбегін жұмсаған ағартушы ұстаз, жазушы Ыбырай Алтынсарин. Кел балалар оқылық, оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар, тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар деген өлең жолдары есімізге түседі. Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы қазіргі Қостанай облысының Торғай жерінде дүниеге келген. Әкесінен жастай айырылған Ыбырайды атасы Балқожа би тәрбиелейді. Ыбырай Орынбор қаласында орыс-қазақ мектебінде оқиды. 1857 жылы Орынбор шекаралық комиссиясы жанындағы мектепті алтын медальмен бітіріп шығады. Мұнда орыс, араб, татар және парсы тілдерін жақсы меңгеріп шығады. Мектеп бітіргеннен соң атасы Балқожа бидің хатшысы ретінде тілмаштық қызмет атқарады. 1864 жылы Торғайда қазақ балаларына арналып ашылған мектепте ұстаздық етеді. 1879 жылы Ыбырай Алтынсарин Торғай облысында мектептердің инспекторы қызметін атқарады. Ол жұмысын барлық ынта-жігерімен жасайды. Ол Ырғыз, Николаев, Торғай және Елек уездерінде 2 сыныптық орыс-қазақ училищелерін ашты. Ыбырай Алтынсаринді балалар әдебиетінің атасы деп атайды. Ол Санкт-Петербург, Қазан, Мәскеу қалаларында болды. Орыс ағартушыларымен танысты. Олардың бірқатарының еңбектерін қазақ тіліне аударды. Ыбырай Алтынсарин дарынды жазушы да болды. Ол негізінен балаларға арнап жазды. Балаларға түсінікті, тілге жеңіл тиетін оқулық пен оқу құралдарын және көркем шығармаларын жазды. Кел балалар оқылық, өнер білім бар жұрттар деген өлеңдері балаларды оқу, білімге шақырды. Бұл оқушылардың оқуына, жаттауына жеңіл, тәрбиелік жағынан маңызды еңбектер болып табылды. Балаларға ана тілін оқытуда ол Толстой, Ушинский, Каменский және тағы басқа ағартушылардың еңбектерін басшылыққа алды. Ыбырай Алтынсарин қазақ қыздарына білім беруге ерекше көңіл бөлді. Білім беру 1880 жылдары басталды. Оқушыларға арнап оқулық, мұғалімдерге, қырғыздарға орыс тілін үйретуде алғашқы басшылық атты көмекші оқу құралдарын жазды. Қазақ халқы деген оқу білімге сусап отырған халық. Әттең, бұл іске оқыған адамдардың жаны ашымайтыны есіңе түскенде кейде күйінесің, деп Ыбырай Алтынсарин ел билеушілерге, орыс әкімдеріне қатты реніш білдірді. Қазақтың ағартушы педагогы Ыбырай Алтынсарин қазақ балаларына оқу білім бере отырып, елдік, отаншылдық қасиеттерді дарытып, тек қана заман ағымына сай білімді, патриот азаматтарды тәрбиелеудің маңызына көңіл бөлді. Мысалы, оқу білім бар жұрттар тастан сарай салғызды, айшылық алыс жерлерден көзді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды деп дамыған ел қатарына жетудің оқу білім, отаншылдық тәрбие арқылы жүзеге асатынын айтқан болатын. Ыбырай Алтынсарин жан-жақты білімді ағарту ісіне бүкіл күш-жігерін жұмсаған адал да қарапайым адам болған. Ол қазақ халқының келешегін тек өнер мен білімде деп түсінді. Ыбырай Алтынсарин 1889 жылы 48 жасында дүниеден озды. Ыбырай Алтынсариннің әңгімелерінің тәрбиелік мәнін бірнеше тұрғыдан алып қарастыруға болады.
Ыбырай Алтынсариннің «Дүние қалай етсең табылады» әңгімесі қазақ балаларына арнап өзі құраған оқулыққа енген, өзге тілден аударылған шығарма. Әңгіме француз жұртының бір білімді адамының жазғанынан деп басталып, Антон деген жол бойында қайыр сұрап отыратын түренші жігіт туралы баяндалады. Бірде кездескен жолаушы өзінің Антонға ақыл беріп, өз басынан өткен жайды өзгеге үлгі етуінің сыры бар. Онда ол еріншектіктен арылып, жалқаулыққа салынбай, еткен еңбек, төккен терінің арқасында бақуатты жағдайға жеткенін, балаларын да жасынан бос жүруге, қиналмай мал табуға үйретпегендігін, өз қайратымен тұрғызған 2 өндіріс орнын балаларына бергендігін айтады. Осы айтқанымша машақаттанудан қашпасаң, сенде бай боласың, деген жолаушы кісінің айтқан тілін алған Антон ерінбей еңбек етіп, маңдай термен жақсы тұрмысқа жетеді. Бұған куә болған шетелдік әңгіме авторының көргені мен түйгені еңбекті сүю, одан қашпай, дүниені еткен еңбек пен төккен терден сұрау керек деген оймен тұжырымдалады. Балалар, тақырып түсінікті болса, алғашқы тапсырмамызды орындайық. Бірінші тапсырма. Шығарма авторының бейнесін анықтау үшін келесі сұрақтарға ауызша жауап берейік. Балалар, бірінші тапсырмаға толық жауап бердік деп санаймын. Екінші тапсырма. Жазба жұмысы. Сөйлемді аяқта әдісі арқылы жүзеге асырылады. Шығарма бойынша пікіріңізді білдіріңіз. Мына сөйлемдерден басталуы тиіс. Мен автор ретінде әңгімені бұлай бастау себебім. Жалғастырамыз. Мен автор ретінде бұл әңгімедегі кейіпкердің әрекетін бұлайша түсіндірер едім. Жалғастырамыз. Мен автор ретінде әңгімені бұлайша аяқтауым. Жалғастырамыз. Үйге тапсырма. Дүние қалай етсең табылады әңгімесін оқу, түсінік айту. Сау болыңыздар балалар. Назарларыңызға рахмет.